Міне шундай торт келіп шықсын үшін. ПП торт 2 шоколад деп атала. 2 рәтлейінді бұл. Бізге керек болашақ 200 грамм творог, 100 грамм қоймақ, 100 грамм сүт, 75 грамм сахар, песок, 15 грамм кофе, какао и желатин 15 грамм. Міне шыларын бүтінісін блендерға салабыз, и шыннан әйләндіріп, ясарға бұла бек осатқына бұл тортына. Ең бірінші желатин біздің халал, специальный халал желатин алабыз. 15 грамм желатинға 75 грамм су салабыз, и оны жібітірге қоябыз. Ол біздің пока бұларын ясағанда жібіп тұрға дейіш. Міне шундай сыйықша, ол күпірешек біраздан. Біз ананары газда әзгіне ретебіз. Башлайбыз. Бірінші творог салабыз. 100 грамм сметана. Сүт 100 грамм. И 25 грамм какао. Бұл біздің шоколад рәті бұл үшін ішленді. Жіберәбіз. Бұл әзір болған коктейль шекілі ясалған әйбірімізді. Құшабыз бұлға тұттырып. Бек қатты солқында бұрға тиіш түгел біздің бұл ясаған составымыз. Біздің халал желатин білен қошылды состав, ол әзір. Әзір тортқа бірінші рәтін ясау үшін, тортның соғытына, остына, оғып шықмасын үшін, шындай қомыр яуыштырып шығамын. Бірінші рәтін ясап бітірдік, солып, шоколадный рәт болды. Екінші рәтіне тоғын нәқшылайу какао қошмышығына шизбізді. Мұнсын 1,5 сағатқа холодильникқа қойып тұрабыз, онар екінші рәтін солап шақпыз. Міне шындай ПП торт келіп шықты біздің. Шейлеріңіз